Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді булочки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, маргарин, ашытқы, ас содасы, сірке суы қажет, және де ұн. Жұмыртқаны мен жарып алдым. Барлық қажетті заттарды мен видеоның астына жазып қоятын боламын. Жұмыртқа мен тұзды ақ көпіршікке дейін араластырып аламыз миксермен. Содан соң барып қант саламыз. Соның бәрін ақ көпіршікке дейін айналдырып қоямыз. Енді достар, жұмыртқа, қант, тұз, үшеуін араластырып болған соң жұмсақ сары май алып, барлығын бірге араластыратын боламыз. Содан жылы сүт, менде мында 500 мл қосып, барлығын араластырамыз. Ал енді май, қант, жұмыртқа, тұз араластырып алдық. Енді бұған жылы сүт қосып, біркелкі болғанша араластырамыз бәрін. Сүт қосқаннан кейін, бәрін араластырып болғаннан кейін, ас содасы мен уксусты араластырып, екеуін бірге қосатын боламыз. Сол кезде біздің нанымыз үлпілдек болып, жақсы көтерілетін болады. Ол бізге ашытқыға көмек ретінде қосылады. Өйткені бізде мұнда жұмыртқа да бар, маргарин да бар. Нанымыз көтеріле алмай қалмау үшін біз аздап ас содасын қосамыз. Содан тағы бір айта кететін жайт. Ең аяғында барлығын қосып болғаннан кейін ұнға дейін мен 2 ас қасық өсімдік майын құямын. Сол кезде біздің нанымыз өте жұмсақ, өте үлпілдек, сондай жақсы болып тұрады нанымыз. Барлық ұнды бірден қоспаймыз. Нанымыз қатты, тығыз болып қалмау үшін ұнды 2-ге немесе 3-ге бөліп саламыз. Сол кезде нанымыз өте керемет болып шығады. Нанымызды елеп болдық. Енді жылы жерге орап қойып қоямыз. 2 немесе 3 рет, 4 рет бассаңыз да бұл нан ашымайды. Тіпті кешке жасап қойып, түнгіге тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, таңертең таңғы асқа өте дәмді булочкаларды пісіріп алуыңызға болады. Бұл қамыр өте дәмді болып шығады. Үлпілдек, жұмсақ, әрі көпке дейін тұра береді. Мінеки достар, нанымыз осындай жұмсақ, кішкене қолға жабысады. Бірақ ол 2-3 рет көтерілгеннен кейін өте керемет, әдемі қамыр болып шығады. Достар, нанымыз осылай көтерілді. Мен 3 рет бастым. Енді осыны нанды 4-ке бөліп, жайып, рогалик түрінде жасайтын боламыз. Айтпақшы, мен осындай штрейзель жасап қойдым. Бұған ұн, қант ұнтағы және сары маймен араластырып, осындай крошка дейді. Осыны бетіне себетін боламыз. Осылай қамырды осылай жайып алдық, шамамен 1-2 мм. Өте қалың қылдырмаймыз, өйткені қойып қоямыз булочкаларды, бұлар көтерілуі керек. Одан кейін духовкаға салғанымызға сол кезде де өте жақсы көтерілетін болады.
Барлығын осылай бөліп алдық. Енді қазір жұмыртқа жағып орайтын боламыз. Мінеки достар, осылай жасадық. Әдемі болып шығады. Енді көп қоямыз, бұлар көтерілгенше. Сосын 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Дәмді болып шығатыны сөзсіз. Достар, мынаны қараңыздар, қандай керемет болып көтерілген. Енді бұны пешке салып 180-200 градусқа салып пісіріп алатын боламыз. Достар, мына кереметке қараңыздар. Осындай болып шықты булочкаларымыз. Өте жұмсақ. Өзінің формасын жоғалтпайды. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер осы рецептпен. Өте керемет. Өкініп қалмайсыздар. Каналыма жазылып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Әр жаңа шыққан видео ең бірінші болып көретін боласыздар. Кездескенше достар. Сіздерге ұнайды деген үміттемін.